الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمة جماعات. Allah Taala осы Zulhijja айының басқа айлардың күні жете қоймайтын осы күндердің баршамызға берекелі қылсын иншалла. Барлық мақтау Аллахқа, әлемдердің Раббысына, Рахманға, Рахимге, сот күнінің иесіне. Саған ғана құлшылық қыламыз, һәм сенен ғана жәрдем тілейміз. Бізді тура жолмен жүргізе көр, нығметке бөлеген құлдарыңның жолымен, ашуға ұшырағандардың және адасқандардың емес. Аллах Тағаланың сәттілігімен біз сіздермен Әл-Муддассир сүресінің тәлім тәрбиесіндеміз. Аллах Тағаланың сәттілігін тағы да тілей отырып, дәрісімізді жалғастырамыз. Өткендегі дәрісімізде Құран жүрегіне әсер ете тұра, Құранның адамның сөзі емес екендігіне көзі жете тұра, Әл-Валид ибн Ал-Муғира надан халықтың ортасындағы мансабын, атағын, дәрежесін жоғалтып алмау үшін өзінің басына үлкен пәле тіледі. Жүрегіндегі әсерді мойындамай, имандылықтың орнына күпірлікті таңдап алды. Қасиетті Құранға қарсы сөйледі. Алла Тағаланың сөзіне қарсы сөйлегендіктен, Алла Тағаланың елшісіне қарсы сөйлегендіктен, өзін Алла Тағала сонша нығметтерге бөлегеннен кейін, жақсылыққа жамандықпен жауап бергендіктен, және сол шешіміне, сол пікіріне өзі риза болғандықтан Аллах Тағала оны сөкті. Өткенде сол аяттар туралы біз айттық. Бүгін соларды қайталап кетейік, мағыналарын. Жалпы пайғамбарымыздың дауғатына ол кісі сол күннен бастап үлкен бөгет болды. Тек кедергі жасайтын адамдардың біріне айналды. Құранға қарсы сөйлейтін, қаншалаған халықты улап тастады Құранға қарсы. Елшінің міндетіне Алла Тағала кіргізген жоқ. Ол кісімен айналысуды. Алла Тағала өз міндетіне алды да, бұлай деп айтты: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, зерни, мені жеке қалдыр дейді. Қараңыздар. Аллах Тағала: "Ей пайғамбар, мені жеке қалдыр." Кіммен? "Ва мен халақту вахида." Жаңағы жеке дара жаратқанымды. Әл-Валид ибн Ал-Муғираны маған қалдыр дейді. Мен шешем. Ендігі тағдырын мен шешем оның. Сөйтіп оған жасаған жақсылықтарын атап өтеді Алла Тағала. "Ваджағалту лаху малан мамдуда." Мен оған мал дүниені жайып салған едім дейді. Малдың, 4 түлік малдың қай түрі керек болса, жайып салған едім дейді. Өткенде айттық, Мекке мен Таифтың арасында соқсын мал жайылып жүретін. Түйе десең түйе, сиыр десең сиыр, қой десең қой. Тіпті Таифтың өзінде демалатын орындары болатын, бақшалары. Созып қойдым дейді. Бұл бір. Одан кейін вабанина шухуда. Қасынан ешқашан үзілмейтін, қасына үнемі еріп жүретін ұлдарым бердім дейді. Ұл деген нәрсеге мысалы көп қызық келеді ғой адам деген. Ұл болса, ертең тегім жалғасса, ұрпағым, шежірем жалғасса дегендей мәселе. 10 шақты ұл берді Алла Тағала. Қасында жүреді үнемі.
қасына ертіп, соны мақтан тұтады өзі. Кез келген жиында 10 баласы қасында отырады. Міне сол қасынан ешқашан үзілмейтін, көз алдынан кетпейтін ұлдарды берген едім дейді оған. Шүкір ете ма деп. Малды, дүние малды жайып салған едім. Шүкір ете ма деп. Жалпы сайып келгенде, бүкіл жақсылығын жеке-жеке атамай-ақ қояйын дейді Аллах Тағала. Сайып келгенде уамахатту лаху тамхида. Осы дүние тіршілігіне қажетті бүкіл жағдайды жасадым дейді. Қараңыздаршы. Бүкіл жағдайды жасадым. Атақ бар, мансап бар. Соңғы сөз сол кісіге байланысты. Қараңыздар. Ақылшы, кеңесші өз ортасында. Мал десе мал бар, сиыр десе сиыр, жылқы десе жылқы, түйе десе түйе. Саудалары бар, қысы жазып жүріп тұратын. Бүкіл нәрсе бар. Сонда Алла Тағаланың осы нәрсенің нығметтерін бәрін оған бергені, жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған Құран оқыған кезде, қараңыздар, әсерленді Құранмен, көзі жетті. Қараңыздар. Соған иманмен жауап берсін деп. Өткендегі оқиғада білесіздер, Абу Жахл араласып, азғырып, сонымен шешімін өзгертті ол. Міне осындай Құранға қарсы келгеннен кейін, Құранға қарсы келуіне қарамастан, сумма ятмағу, әлі де дәмеленіп жүр дейді бұл. Не нәрсеге? Ән әзида, дүние малын тағы да мен арттыра берема деп дейді. Сосын Алла Тағала кәллә деп кесті. Кәллә деген сөз Құранда, мысалы, Аллах Тағала қандай да бір істі жақтырмаса, құлынан шығып атқан. Доғарсын, тыйылсын, кәне тоқтатсын деген мағынада қолданылатын сөз араб тіліндегі. Кәллә. Бізде мысалы, жа жетер дейміз ғой. Бітті. Жа жетер. Енді әсте ол ойлағандай болмайды жағдай. Енді мен қалай шешем, солай болады оның жағдайы дейді Алла. Не себепті? Иннаху кана ли аятина анида дейді. Өйткені ол біздің аяттарымызға біле тұра қарсы келді дейді. Сезе тұра оның адамның сөз емес екендігін. Қасарысып мойындамады. Атақ керек дүниеде. Бірақ нәрсе себеп болды ол кісіге керісінше сөйлеуге. Надан сол ортасындағы, қауымның ортасындағы атағын жоғалтып болмау. Жоғарылап келеткен атақ түсіп кетпеу керек та. Соқтан қараңыздаршы, Алла Тағала жазаны қалай береді? Саурхиху сууда дейді. Мен оған өрлеп шығатын, қараңыздар. Өрлеп жоғарылайтын азапқа мәжбүрлеймін дейді оны. Өткенде айттық, тапсыр кітаптарында тозақта үлкен тау бар деп. Сен іздеген нәрсе жоғарылау емес пе еді? Өрмеле мына тауға деп. 70 жыл бойы өрмелейді деген хабарда айтылған. Қалай төбесіне жетеді, төмен қарай домалайды дейді. Содан қайта көтеріледі. Егер сенің іздегенің жоғарылау болса, жоғарылайтын азап деген нәрсеге мәжбүрлеймін дейді. Сосын ол кісінің жаңағы жағдайын баяндады. Абу Жахлдың сөзінен кейін маған кішкене уақыт беріңдер, мен ойланайын. Не жала жағам табамыз бұл Мұхаммедке саллаллаху алейхи ва саллям. Қандай сөз таңдаймыз? Адамдар бұл кісіден қашып кету үшін, тыңдамай. Сондағы күйін баяндады Алла Тағала. Иннаху факкара ва қаддар. Расында ол ойланды. Сезім тұрды ма жақта? Сезім тұр. Құраннан әсер тұр. Ойланды, дейді Алла Тағала. Иннаху факкара. Ол расымен де ойланды дейді. Қараңыздар Алла Тағала. Ол расымен де ойланып жатыр деді. Мәселе қандай? Ол расымен де ойланды. Ва қаддара. Сөйтіп шешім шығарды дейді Құран жайында. Алла Тағала бірден фақутила, өліп кеткір деген тілегін айтты оған. Өліп кеткір, лағнетке ұшырағыр. Кайфа қаддара.
қайтып шешім шығарды дейді бұл. Қайтып шешім шығарды. Бүкіл жасаған жақсылығыма осы күнге дейін оған. Тіпті Құранның әсері жүрегіне бара тұра. Қайтып бүйтіп шешім шығарды ол. Сүмма қутила, тағы өліп кеткір. Қараңыздар. Тағы да өліп кеткір. Кайфа қоддара, қалайша шешім шығарды ол. Сүмма назар. Сосын тағы ойланды. Тағы ойланды деген кезде әсердің әсері тұрды. Түсіндіңіз ба? Әлі бұлай. Сүмма абаса. Ойланып отырып, жағдайды ойлап отыр ғой. Не болады ертең, не болып кетуі мүмкін деген ойлар тұр. Сосын қабағын тиді дейді ойланып отырып. Маңдайын тыржитты дейді. Басар. Сосын сүмма адбара. Сөйтіп жаңағы әсерден теріс айналды. Қараңыздар қандай нәрсе. Сүмма адбара. Теріс айналды. Бұлай тұрсыншы. Вастакбар. Теріс айналған бетте тәкаппарлық келеді, шайтан. Жақсы істедің деді ғой оған. Түсіндіңіз ба? Тәкаппарланды. Қараңыздар қандай мәселе. Фақола. Сөйтіп өзінше тәкаппарланып, халқының арасында әлі де жаңағы мансабын жоғалтпағандығын ескеріп, Абу Жахилдердің көңілінен шығу үшін сондай батыл түрде қорықпайтындай екенін көрсетіп, фақола инна хаза илля сихру юсар. Бұл бір буыннан бір бұрын мұраланып келе жатқан әсерлі сиқырдан басқа нәрсе емес деп кесті. Сиқырды таңдаған себебі ақылдылығын көрсетеді Абу Жахилдерге, жаңағы ортасына өзінің. Көрмедіңдер ма дейді. Мұхаммедке саллаллаху алейхи ва саллям біреу жолықса дейді, әкесімен қарым-қатынасы бұзылды. Көрмедіңдер ма? Әйелі түсінбей жүр оны. Бұрынғыдай мүсінге табынбайды. Қараңыздар. Адамдардың ара қатынасын бұзып атқан сиқыр деп түсіндірді. Ақылдылығын көрсетті да. Міне Аллаға бойұсынбаса, ақыл неше түрлі нәтижелер шығаруы мүмкін. Сол нәтижеге халық ерік етуі мүмкін. Қаншама көпшілік өзіңіз ойлаңыз. Ин хаза илля қаулул башар. Бағана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасында әсер алған кезде, мынау әсері өзгеше, мазмұны өзгеше сөз екен, адамның сөзіне ұқсамайды деген еді. Енді қараңыздар, бұл тек қана адамның сөзі деді. Адамның сөзінен басқа нәрсе емес деп кесті. Қараңыздар. Енді не болады сөзді айтқан кезде? Алла Тағаладан азап келмейді бірден. Бірақ Алла Тағала тағдырын тозаққа шешті. Өмір сүріле береді. Жалғаса береді жақсылықтар. Алла Тағала разы болмайтын өмір болады енді. Тозаққа шешілген өмір. Тозаққа апара жатқан мансап, тозаққа апара жатқан мал дүние, тозаққа апара жатқан денсаулық. Қараңыздар. لو يوجه الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم дейді. Ата Құранда айтады. Егер де Аллах Тағала адамдарға жақсылықты тездетіп бергені секілді. Мысалы біз дұға сұраймыз ғой. Я Раббым, бір жақсылық сұрап жатқан кезімізде Алла Тағала рахыммен бір жақсылықты бізге бере қалады. Тездетіп. Сөйтіп біз жаңағы Алла Тағала дұғама жауап берді деген сіз бір қуаныш болады. Сол жақсылықты тездетіп беріп жатқаны секілді дейді. Жамандықты да тездетіп жіберетін болса егер. Қараңыз, мына жерде жаңағы сөз үшін. Лақудия илейхим ажалухум. Қараңыздар. Өмірі тоқтар еді дейді сол жерде бірден. Бірден өлетін еді дейді. Бірақ олай істемеймін дейді. Фаназар. Тастап қоямыз дейді оларды. Қандай жағдайда тастап қоямыз? Әллазина ла ярджуна лиқана. Олар бізбен жолығудан мүлде үміттеніп жүрген жоқ дейді. Ертең қияметте Раббының алдына барам деген үміт жоқ дейді оларда. Сол үшін біз оларды осы өмірде жалғастыра береміз.
Қандай күйде? Фи туғиянихим яъмахун. Өздерінің жаңағы шектен шыққан істерінде, амалдарында адасып жүре берсін деп дейді. Қараңыздар. Адасып, күнәлары көбейіп, сосын бірақ ажалы келеді дейді. Сондай адамдар жаңағы азап келмей қалған кезде айтады екен. Лаула юғаззибуналлаху бима нақул. Осы айтқан сөзім үшін неге азаптаған жоқ Алла Тағала? Олай болса біз Алла Тағаланың алдында орнымыз бар. Қараңыздар қандай мәселе. Немесе мұхаббеттің айтып жүрген өтірік деген нәрсе. Көрдіңіз ғой? Сол Алланың азапты жібермей жатқанның өзі алданыш үстіне алдай береді екен. Қараңыздар қандай нәрсе. Неліктен сахабалар радиаллаху анхум егерде олардың біреуі жаңа табиғиндер айтады, олардың біреуі ауырмай қалса дейді көп уақыт, Раббым мені ұмытып кетті ма деп қорқады дейді. Қараңыздар, алданып кетіп бара жатқан жоқпын ба мен деп қорқады екен. Қараңыздар, Алла Тағалаға деген таным қандай, Алланың заңдылықтарына деген таным қандай, қалай жұмыс істейді жүректері. Сөйтіп, ол шешім шығарды, Аллах Тағала да шешім шығарды. Алла Тағала қандай шешім шығарды? Сәуслихи сақар. Мен оны сақарға саламын деді. Сақар, тозақ есімдерінің бірі, тозақтың сипаттарының бірі. Тозақтың ішіндегі жағдайларды, белгілі бір жағдайларды қамтыған мағына. Мен оны сақарға саламын дейді. Бітті, шешім жасалып қойды. Енді құтылу жоқ сақардан. Бірақ мына дүниеде ажалы келгенше күліп ойна келген істеп, не алғысы келсе алып, не бергісі келсе беріп жүре береді. Бірақ тағдыр сақарға шешіліп қойылды. Міне ең қиын жағдай нәрсе. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ва ма адрака ма сақар". Ей пайғамбар, сақардың не екенін саған не білдіре алады? Сақардың не екенін ешкім білмейді ғой деген мағына жатыр. Ешкім білмейді ол сақардың не екенін әлі. Күні келген жоқ әлі. Адам жолыққан жоқ оған әлі. Сосын қысқаша баяндайды сақардың не екенін. Ла тубқи. Ол түк қалдырмай жалмайды дейді. Қараңыздар. Ол түк қалдырмай жалмайды дейді. Сүйектен сүйек қоймайды ол. Еттен ет, теріден тері, тамырдан тамыр. Түк қалдырмай жалмайды дейді. Сосын сонымен жоқ болып кетпейді дейді. Қайта болмысы жаралады. Қайта болмысы жаралады. Вәлә тазар. Ол ешқашан оны жайына қалдырмайды дейді. Қараңыздаршы, ешқашан оны жайына қалдырмайды. Ол тыныштық бермейді дейді. Өйткені өлім жоқ. Бітті. Қияметте өлім жоқ. Жәннаттықтар үшін де айтылады: "Я ахлал жанна, ла маута абадан". Енді ешқашан өлім деген болмайды. Тозақтықтарға айтады періштелер: "Я ахлан нари, ла маута абадан". Енді ешқашан өлім болмайды, тек мәңгілік болады. Ол онда өмір сүрмейді де, жаңағы сақарда. Ол онда өлмейді де. Ол азап деп аталатын күй. Азап деген күй, ол өмір де емес, ол өлім де емес. Осы күйде болады, Құранға қарсы сөйлеген үшін. Құтан өткенде айттық қой, ислам нормаларының, Құранда келген шариғаттың үкімдерінің біреуіне тіл тигізуші болмасын ешкім. Ісі Алламен болады. Өйткені ол Алланың сөзі. Лауахатун лил башар. Лауаха деген сөз. Екі түрде түсіндірген тәпсіршілер өткенде айттық. Біріншісі күйдіруші деген мағынаны береді. Қайта күйдіре беруші деген сөз лауаха деген. Қайта күйдіре беруші. Нені? Лил башар. Тозақтықтардың терілерін.
Екінші мағынасы, махшар әлемінде Аллах Тағала бізді жинап келгеннен кейін 500 жылдық жерден көрінеді екен тозақ. Жаханнам. Латарауннал жахим дейді Алла Құранда. Әлбетте жахимді көресіңдер дейді. Алыстаған 500 жылдық жерден. Айқайлаған даусы, шыңғырған даусы. Ол жақта 70 мың дізгіні болады дейді пайғамбар саса. Әр дізгінді 70 мың періште ұстайды дейді. Жұлып әкеткелі тұрған тозақта Раббысының разылығы үшін кәпірлердің қарсы алуға періштелер тартып келатқан тозақ. Содан келе жатыр ол. 500 жылдық жерден бастап көрінеді дейді. Алла Тағала солай келтірген. Бер қарай жақындап келе жатыр, жақындап келе жатыр. Сосын нақты көзбен көресіңдер, көз адыларыңа келеді дейді. Міне өтірікке шығарылған нәрсе. Алхамдулилля, мүминдер, Аллах Тағала иман насip етіп, еш нәрсені өтірікке шығармайды. Бүкіл нәрсені мойындайды. Міне мойындағандардың жағдайы басқаша болады. Тозақ жақын келеді. Содан кейін барып Алла Тағала кімді қаласа одан алыстатады, кімді қаласа оған тастайды. Алейха тисағат ашар. Аллах Тағала ұлы даналықтың иесі. Тозақ алейха дейді. Оған қараушылар. Жаңа тозаққа қараушылар. Тозаққа жауаптылар. Тозақты бақылаушылар. 19 дейді. Сандығын айтады. 19. Кім деген сұраққа жауап беретінді, 19 не деген сұраққа жауап беретінді айтпайды. 19 дейді. Осы аятты жаңағы Құрайыштарға барып пайғамбарымыз оқыған кезде, Әл-Валид ибн Муғира, Абу Жахилдерге. Абу Жахил жаңа қорқпайтынын көрсетіп, өзінің отырған жаңа қауымын айтады. 19 дейді мынау. Біз қаншамыз? Алла Тағала жүрекке иман бермесе, Құранның аятына күле береді екен адам. Біздің 10 адамнан бөлінеміз дейді. Әрбір онымыз біреуін алсақ, 19-ын жеңе салмаймыз ба дейді. Сынақ үшін айтқан екен Алла Тағала. Сонда 19 деп не үшін айтқан? Не айтар екен деп айтты. Сол үшін айттым дейді 19 деген санды. Айтпай-ақ қойса да болады дейді Алла Тағала. Бірақ не мақсатта айтылды деген кезде, сол кәпірлер не айтар екен деп айттым дейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Бұлардың күйлерін айқындап беру үшін айттым дейді. Жағдайларын. Сондықтан келесі аятта қараңыздар. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Тозақтың сақшыларын тек қана періштелерден жасадық дейді. Періштені ешкім көрген жоқ қой бізде. Біз білмейміз де қой ол не жаратылыс екенін. Өткендегі хабарда естідіңіздер. Иқра сүресімен Жибрил келген кезде, пайғамбарымызды қысқан кезде, немесе қаншама хабарларда айтады, Жибрил егер бір елді азаптауға жіберсе, кейбір елдер бүйтіп ауыл қопарылып алынады да, ана огородта біз күректі қопарғандай, бүйтіп тастағандай, қанатының ұшын кіргізеді екен жерге, көтеріп алып төңкере салады екен. Бұл ауылда үлкен ел. Соң Алла Тағала айтады, біз тозақтың сақшыларын тек қана періштелерден жасадық дейді. Сосын ол тозақтың періштелері деген нәрсе, ол мүлде бөлек періштелер. Ескерту жүрегімізге кіру үшін Алла Тағала айтады, алейха малаикатун. Ол тозақтың үстінен қараушы періштелер, ғилазун дейді. Ол өте ірі дейді. Оның ірілігін суреттеу мүмкін емес. Бір риуаяттарда айтқан, бір иығынан құс ұшырылса дейді, пайғамбарымыз салса, екінші иығына 2 айда бірақ жетеді дейді. Ғилаз, өте ірі. Ол бір, екіншісі шидат, өте қатты, қатал.
Ондай күш адам танымаған ондай нәрсені. Қаталдығы соншалық жүрегінде тозаң салмағандай рахымдылық жоқ дейді кәпірлерге. Тозаң салмағандай рахымдылық жоқ, мүлде жұмыс істемейді. Рахымдылық деген нәрсе жоқ. Аяу, мынау ауырып жатыр ау, мынау айқайлап жатыр ау деген нәрсе жоқ. Ата сол үшін айтып жатыр. Ла ясун Аллаха ма амарахум. Олар Алла Тағала ешқашан қарсы келмейді дейді, егер бір нәрсені бұйырса оларға. Ва яфалуна ма юмарун. Не бұйырылады, соны істейді. Алла Тағала қандай азаппен азаптаңдар деп бұйырады, сол азаппен азаптайды дейді. Бұл хақ. Сондай-ақ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Сондай-ақ бұның санын айтқан себебіміз дейді бұл жерде 19 деп. Кәпірлерге сынақ үшін. Мақсат тек қана кәпірлерді сынау үшін айттық дейді. Не айтар екен деп. Сондағы айтқандары жаңа не болды? Бұл 19-ды әр қайсына 10-10-нан жабылсақ, жеңемізді шығып кете береміз дейді. Қараңыздар. Тозақ деген нәрсені де қалай суреттеп жатыр. Алла Тағаланың бір аятын жаңа өтірікке, күлкіге айналдырғаннан кейін, ар жағын енді одан сайын күлкіге, өтірікке айналдыра береді. Ал иман келтіргендер әуелгі аятын қалайсын қабылдадыңыз, келесі аятына күмәнсіз қабылдай беруіңізге көмектеседі. Осы нәрселерді Алла Тағала баяндайды. Сосын, мынау меккелік аят, меккелік сүре Меккеде түскен. Аллах Тағаланың болашақта Мединада кітап иелеріне, христиандар мен иудейлерге айтатын сөзі бар. Я ахлал китаб деп, ей кітап иелері деп. Қараңыздар. Бұл жерде оларға тікелей айтпайды, бірақ алыстан айтады. Бізде бар ғой, қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегендей. Аяттар меккеліктерге ғана қазір қаратылып жатыр, бірақ кітап иелеріне де бір әсер беріп қояды Алла Тағала. Сол уақытта кітап иелерінің бірен-сараны жаңа Меккеде жүреді. Жалпы оларда білім бар. Пайғамбарымыз саллаллаху хақ екендігі туралы. Оларда білім бар. Құранның хақ екендігі туралы. Бірақ олар ол біліммен бөліспейді ешкіммен. Білімді іштерінде жасырып жүр. Көрдіңіздер ғой. Сосын мүшриктермен көп араласады. Мүшриктер ақылдасады тіпті олармен. Сендер де кітап иелеріміз дейсіңдер ғой. Не істесек болады мына Мұхаммедпен деп. Сонда ішіндегі білімдерін жасырып, сендер мынандай сұрақ қойып тексерсеңдер болады оны дегендей. Қараңыздар қандай ұстанымда жүр оларда. Бірақ Аллах Тағала әдептіліктің өнегесін көрсетіп бізге. Мүшриктердің көз алдында олардың айыптарын ашпайды. Оларға қатысты өте әдепті сөз сөйлейді. Қараңыздар. Сондай-ақ кітап иелері, осы 19 деген санды айтқан кезімізде, кітап иелері, қараңыздар, айқынырақ сенулері үшін айттық дейді. Екінші мақсаты 19-дың. Неге? Тауратта 19 деп келген. Інжілде 19 деп келген. Тозақтың періштелері. Қараңыздар. Малик негізгі жауаптысы. Және 18 періште қасында. 19 барлығы қосылғанда. Негізгі жауаптылары, сақшылары. Таурат пен Інжілде 19 деп келген бұл. Жаңағы 19 естіген кезде не істейді? Тауратында тұр ғой. Мынау шынында да пайғамбар ғой деген сөзге келеді. Өйткені кім айтады оны? Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жазу білмеген, оқу білмеген. Қай жақтан алып жатыр оны? Уахи, Аллах Тағаладан. Жаңағы сандарды салыстырады. Сол арқылы Аллах Тағала қаласа кітап иелерінен иман жүрегін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қарай бұрады. Кімді қаласа адастырады. Үшінші, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның қасында еріп жүрген сахабалар. Сол уақытқа дейін иман келтірген сахабалар.
Аллах Тағаладан бұл аят түскен кезде олардың жағдайы қандай болды? Үшінші мақсат. Сондай-ақ иман келтіргендер имандарын нығайту үшін дейді. Имандарына иман нығайту үшін түсірдік дейді. Яғни енді қараңыздар, бір аят түседі Алла Тағаладан. Жаңағы аят арқылы біреу тура жол табады қазір. Біреу қазір адасады. Біреудің тағдыры шешіледі қазір тозаққа. Немесе біреудің тағдыры жәннатқа шешіледі қазір. Абу Бакр радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан алғашқы түскен аяттарды оқыды, шақырды. Растаймын, Аллахтың елшісі деді. Не болып шықты Абу Бакр? Тірі кезінде жәннатпен сүйіншіленді. Қараңыз, Алланың рахымына қалай жолығуға болады кейде. Немесе Алла Тағаланың жаңағыдай ашуына қалай жолығуға болады. Әл-Валид ибн Муғира. Тағдыр тозаққа шешіліп кетті. Сондықтан мұъминнің негізгі жаңағына Құранға байланысты сипаты. Аят. Күллу мин инди раббина. Бүкіл нәрсе Раббымнан. Мұра Құранның ішіндегінің бәрі Раббымнан. Оның ішінде мен түсінгенім бар. Мен әлі түсінбей жүргенім бар. Бірақ жалпы бұның бәрі Раббымнан деп сенемін. Мен мұъминнің күйі. Сосын білім арқылы үйрене береді. Білмейтін жерлерін, жаңа түсіндірілетін жерлерін. وَلَا يَرْتَبَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Сондай-ақ кітап иелері осы 19 деген сан айтылғаннан кейін, олардың Инжилде, Тауратта осы 19 деген сан айтылған. Осы оқиғадан кейін, осы аяттардан кейін енді кітап иелері күмәнданбауға тиісті дейді. Қараңыздар. Енді күдіктенуге, жаңағы күдіктенбеуге тиісті дейді олар. Сондай-ақ мұъминдер де енді еш күдіктенбейді дейді. Өйткені олар да білді ғой. Осы аят арқылы Таурат пен Инжилде де осы санның айтылғанын қараңыздар. Таурат, Инжил, Құран Аллах Тағала тарапынан түсірілген. Және Құран сол екі кітапты растаушы етіп түскендігі туралы. Енді екі түрлі адам Алла Тағала Құранда баяндайды. Бұның біреуі нақты жаңағы Абу Жахл сияқты, Әл-Валид ибн Муғира сияқты нақты қарсы келгендер. Бұлар өздерінің қарсы келу позициясын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан жасырмайды. Бұлар нақты біз қарсымыз дейді, осылай айтады. Ла нуъмину бихазал Құран деп айталар. Біз мүлде сенбейміз бұл Құранға. Ва биллази қаблаху, қараңыздар. Таурат пен Инжилде де айтылған ғой 19, Құранда да айтылған деп сахабалар түсіндіргісі келсе, бұның алдындағыға да сенбейміз біз дейді. Тауратқа да Инжилге де. Бұл Абу Жахл, Әл-Валид ибн Муғира сияқтылар. Енді бір адамдар бар. Сенеміз ба, сенбейміз ба деп жүрген. Қарапайым халықтың. Сенеміз ба, сенбейміз ба, не істейміз? Абу Жахл сенбе деп отыр. Абу Жахл сенбе десе онда. Жаңағы сенгіңде келеді деп жүрген адамдар бар. Бұндай жүректерді ұстанымы жоқ, позициясы жоқ жүректер деп атайды. Бұндай жүректі Алла Тағала Құранда фи қулубихи марад дейді. Жүрегінде дерт ұялағандар. Не ол күдік арқылы ма? Түсінесіз бе? Не ол жаңағы бір жағымпаздану ма? Не белгілі бір нәрсені жоғалтып алмау ма? Әйтеуір бір дерт бар жүрегінде. Жүрегінде дерт ұялағандар және кәпірлер дейді. Жаңағы аятты естіген кезде сынаққа ұшырады. Сөйтіп олардың айтқан сөзі мынандай болды дейді Алла Тағала. Маза арадаллаху бихаза масала. Сонда Аллах Тағала бұл 19 деген санмен не қалап тұр өзі деген сөзді айтты. 19. Не керек ол бізге 19? Қараңыздар. Бірақ олар білмеді. Әлемдердің Раббысы сол аятты түсірді де, сол аят арқылы қазір не жүзеге асады, қараңыздар. Кәзәлик. Міне осылайша дейді Алла Тағала. Дәп осылай дейді. Не істейді Алла Тағала? Юдиллуллаху ман яша.
Кімді қаласа, осы 19 деген сөз арқылы адастыра салады дейді бітті. Қараңыз. Күмәнданды, сенбеді, бұл адасты. Сондай ақ кімде-кім пайғамбарымыздан 19 деген жаңағы, оның сақшылары 19 деген кезде кімді қаласа тура жолға салды? Бұл сахабалар. Соқтан Алла Тағала айтады: "Казалика юдиллуллаху ман яша ва яхди ман яша." Міне Алла Тағала осылай қалаған құлын адастырады, осылай қалаған құлын жолға салады дейді. Мысалы бұның көрінісі, бірақ ол күпірлікке жатпайды. Соған ұқсайтын көрініс. Мысалы, сіз бір кісі келіп сізден кешірім сұрайды. Кешіріңіз, мен сіздің хақыңызда қателестім деп. Сосын сізге айтылады: "Міне Құранда Аллах Тағала кешіре сал деген аяттар айтып жатыр. Пайғамбарымыз кешіре сал деген аяттар айтып жатыр" деген кезде, "Кешірмеймін мен бәрібір" деген кезде, түсіндіңіз ба? Осылай адасамыз біз. Бұл да адасу. Бірақ бұл жаңа күпірлік мағынасындағы адасу емес. Бұл салиқалы сипаттан адасу. Алланың разылығына жетуден адасу деп атайды бұны. Осылайша күніге неше түрлі нәрселер жасалады. Көрдіңіз ғой қандай емес. Қазір мына жерде 3-4 мұсылман отырамыз, Алла Тағала алдымыздан бір міскінді жүргізіп өтіреді. Аят, Алланың белгісі ол. Төртеуміз де көрдік оны. Қазір біреуге жәннат жазылады да. Жаңа төртеуін біреу ақырын тұрады да кетіп қалып, ана міскінге барып бірдеңе беріп келеді. Қалғандар әйтеуір, осы міскіндер қиын, осылардың өмірі деп отырады. Түсіндіңіз ба? Иман деген чувствительный нәрсе. Сезіп отыру керексің да. Сахабалар көрді, Раббымыздан түсті ма? Болды онда. Раббымыздан түсті ма? Болды онда дегендей мәселе. Тіпті ана Исра вал Миғраж кезінде оқиға болған кезде жаңағындай мүшриктер қоғамды улап, күмән тудырады. Мүмкін емес қой, қалай ол барып келді о жаққа деген. Әрине мүмкін емес ақылға. Бірақ біз Алла Тағаламен байланыстамыз ғой. Әлемдердің Раббысы істеп жатыр ғой оны. Ол мүмкін емес. Қалайша ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы Әл-Харам мешітінен анау Әл-Ақса мешітіне бір түнде барады. Ол Әл-Ақса мешітінен жаңағы 7 аспанға көтеріледі. Сосын қайтып келеді. Қалай ол? Сол оқиғаның өзінде де кейбір шала мұсылмандар жүректері кішкене дұрыс болмай қалған. Сонда келіп Абу Бәкір радиаллаху анхуға айтады ғой. Абу Бәкір әлі естіген жоқ ол хабарды. Абу Бәкірден бұрын естіп қойғандар келіп. Абу Бәкірге келіп айтады: "Сіздің досыңыз осылай деп айтып жатыр. Исра Миғраж туралы. Өзінен естідіңдер ме?" дейді. "Иә, өзінен." "Онда хақ" дейді. Қараңыздар қандай нәрсе. Көрдіңіз ба иман деген нәрсе қандай? Ары қарай жылжыта береді сонда Алла Тағала сізді. Күдік деген, әлсіздік деген нәрселер бұл адамды тежей береді. Дамымайсың алдыға. Сондықтан иман деген нәрсе осындай. Шәксіз сенім. Шәксіз сенім да. Мысалы, қазір осы жерде бір хадис айтылса, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, кімде-кім осы дүниеде бір құрма ағашын егетін болса дейді. Қараңыздар. Біреуге пайда болсын деп. Алла Тағала оған жәннатта егеді дейді. Сол хадистен кейін біреуміз барып ертең бір ағашын ексек, құрма ағаш деген жалпы жеміс ағашы ғой. Бір жерге егіп тастаса, кәдімгідей жаңағындай нәрселер иманның, көрді бе? Алла Тағаладан елшісінен келген хабар басқарып жүрген адамсыз. Барасыз да егіп жатсыз бір жерде. Бірақ басым көпшілігіміз екпейміз оны. Я субханалла деп қоя саламыз. Мысалы, бұл жерде мәселе жаңағы шәксіз деген нәрсені істету керек оны. Көрді бе? Істету керек. Мысалы, Құранда Алла Тағала ата-анаңа уффин, туф деген сөзді айтпа десе, сол аятты естіген сәттен енді сіз ешқашан ата-анаңызға туф деген сөзді айта алмау керексіз. Көрді ме қандай мәселе? Шыншыл боласыз. Сіз дамисыз ғой. Алла Тағала сізді жәннатқа қарай дамытады. Ол айтады, сіз істейсіз. Ол айтады, сіз істейсіз. Міне, Алла мен мұсылманның арасындағы байланыс.
Ол айтады, сіз сұрақ қою емес. Ибрахим алейхиссаламға Аллах тағала бұйырған кезде Исмаилды мысалы құрбанға шал деген мағына бұйрық келген кезде. Түсімде көрдім. Пайғамбардың түсі, пайғамбарлардың түсі уахи. Түсімде Раббым бұйырып отыр екен. Сонда Исмаил айтады ғой жаңағы. Әке, өзіңізге бұйырылған нәрсені орындаңыз. Әке, тайым деп айтады. Алла қаласа мені сабырлардан табарсыз деп. Исмаил айтқан жоқ оған, әке, түс қате кеткен шығар, бүгін қайта көру керек шығар деген нәрсені. Қараңыздар қандай нәрсе. Сондықтан Раббыңыз айтты ма? Істеңіз. Раббыңыз ұната ма осыны? Істеңіз. Иман деген осы. Иман деген талабын, Алла тағаланың сол жаңағы нәрсені орындауға ұмтылып тұруыңыз. Сондай ақ тағы бір ақиқатты айтайын дейді Алла тағала. Олар жаңа 19 деген кезде өз ойларымен кетті ғой дейді. Ішімізден бір 10 адамнан таңдап, әрқайсымыз біреуін жыға салсақ болған екен ғой дегендей мәселе. Сонда Алла тағала айтады: "Ва ма я'ламу жунуда раббика илля хуа". Раббыңның әскерін дейді, қараңыздар. Раббыңның әскерін өзінен басқа ешкім білмейді дейді оны. Көптігі тұрғысынан, күштілігі тұрғысынан ешкім білмейді дейді Раббыңның әскерін. Қазір Алла қаласа бір шегірткелер жібереді де бүкіл егінді қырып кетуі мүмкін. Түк те істей алмай қаласың. Ол қалаған нәрсесі оның әскері. Естеріңізде ме? Абраха туралы оқиғаны өткен кезде. Кім қорғады Қағбаны? Адамдар қорғаған жоқ. Қайда болды ол күні? Осы пайғамбарға қарсы келіп жүргендер қайда болды ол күні? Олар тау-тауға қашып кеткен ол күні. Алланың үйі, Алла тағала өзі қорғайды деп. Кім қорғады Қағбаны? Аллах тағала. Не арқылы? Бір құстар келді. Өзіңіз ойлаңыз. 3 тастан ұстаған. Тасты лақтырған кезде бомбаларың жарамайды қазіргі. Бомба, торпеда деген нәрсе түкке татымайды ол тастың қасында. Жаңағы тасты жіберген кезде дәл тигізеді басына. Басына тиген бетте ішкі құрылыс бүкілін қопарып артынан бірақ шығып кетеді дейді. Дененің бәрі тесік, желінген жапырақтар, құрт жеген жапырақтар сияқты жатты дейді әр жерде. Ойлаңыз, Раббыңның әскері қандай. Егер Раббымыздан сондай нәрсе келмей жатса, онда Раббымыз мүмкіндік беріп жатыр деген сөз бізге. Әлі де мүмкіндіктер беріп жатыр деген сөз. Өзгерсін осылар, жөнделсін, түзелсін, жалғаса берсін деген мағынада емес. Жалпы Құран болсын, Құрандағы осындай аяттар болсын, тозақ туралы айтылған аяттар болсын дейді. Бұның барлығының айтудағы мақсатын бір уақыт дейді Аллах тағала. Қандай мақсат? Ва ма хия илля зикро лил башар. Бұл адамзатты алдын ала сақтандырушы ескерту. Түсіндіңіздер ғой? Алдын ала сақтандырушы ескерту. Ол ескертті болатын нәрсемен, және ол нәрсе болады. Ол ескертті. Бітті. Мен ескерттім дейді Алла тағала. Болды. Міне сосын қайтадан бізге жә жете. Кәллә. Әсте адамзат ойлағандай емес. Әсте адамзат ойлағандай емес. Кәллә вәл қамар. Аймен ант етем дейді Алла тағала. Аймен ант етем дейді. Аллах тағала қалаған нәрселермен ант етеді, жаратқан нәрселерінің ішінде. Себебі Аллах тағала тозаң салмағының өзін босқа жаратпаған. Еш нәрсені Аллах тағала босқа жаратпаған. Біз пайдаланып жатқан нәрсенің барлығы Алланыкі. Бүкіл нәрсе Алланыкі.
Осы ай мен күн туралы Аллах Тағала айтады. Хуаллази жаала шамса дияан. Қараңыздаршы, екпінді қалай береді? Ол ғой жаратқан, ол ғой жасаған күнді жарық қылып дейді сендерге. Ол жасамаса не болар еді? Мұсылман осыны көреді де, я Аллахым, сен пәксің, Раббана ма халақта хаза батилан дейді күнді көрген кезінде. Раббым, сен бұны босқа жаратпадың. Субханака, сен пәксің, сен ескерттің, сен айттың, менен қателіктер кетті. Фақина азабаннар, тозақтың азабынан сақтай көрші бізді Раббымыз деп қарайды күнге. Айға қарасаң да солай қарайсың. Ал оны Алла Тағаланың құдіретін, Алланың әмірін, жалғыздығын ол арқылы көрмеген адам қарайды да, бүгін күн түсіп кетті дейді. Анандай алпауыт күн біз үшін андай керемет кеңістікте ғарышта жүзгізіп қойған, жүздіріп қойған деймін да. Ол ғой жасаған күнді сендерге жарық қылып дейді. Вал қамара нур. Ол ғой айды жасаған сендерге нұр қылып, түнде жарық берсін деп. Ва қаддараху маназила. Сондай-ақ ол айға сол көкте жылжып жүретін кеңістігінде шеңберінде орындарын белгілеп қойды дейді. Әрбір орында ширегі пайда болады да, сол ширек арқылы лита'ламу, білесіңдер сендер, адада синин, жылдың санын, қай ай, қай күн, айдың қай күні. Қараңыздар. Вал хисаб, соның бәрін есептеп, санап білулерің үшін жүргізіп қойдық дейді екеуін. Сосын айтады, ма халақаллаху залика. Аллах Тағала бұл нәрселерді дейді, илля бил хаққиқра, тек қана шындықпен жаратқан дейді. Ақиқат үшін жаратқан. Ақиқат. Құлдарым қарасында намаздың уақыты болыпты ғой, күн түсіп баратыр тас төбеден деп. Күн шығып келе жатқан кезінде түсіндіңіз бе? Таң атып келе жатыр екен ғой деп. Күнмен бірге жұмыс істеп мені еске алып жүрсін. Айға қарап мені еске алып жүрсін. Рамазан айы кіріпті ғой деп. Зулхижа кіріпті ғой, қажылық қой деп. Міне қараңыздар. Мұсылман қалай істеседі Алла Тағаланың белгілерімен. Инна фи ихтилафил лайли ван нахари ва ма халақаллаху фис самавати вал арди ла аят ли қауми яттақун. Әрине, жаңағы түн мен күндіздің ауысуында, сондай-ақ қыста, күзде, көктемде, жазда түннің мөлшерінің, күндіздің мөлшерінің өзгеше келуі, қысқарып, ұзарып, сондай-ақ көктер мен жердегі бүкіл жаратып қойған нәрселердің бәрінде менің жалғыздығымның, құдіретімнің, кереметтілігімнің, шексіз білім иесі екендігімнің белгілері тұр дейді. Босқа жаратылған. Кім үшін? Ли қауми яттақун. Аллах Тағаладан қорқатын қауым үшін дейді. Абайлайтын қауым үшін. Ал енді аналарға келейік дейді Алла Тағала. Инналлазина ла ярджуна лиқаана. Анау бізбен қияметте кездеспейміз. Үмітін үзген, дүние үшін өмір сүріп жүрген адамдарды айтады Алла Тағала. Оларға келер болсақ, олардың негізгі бірінші сипаты ақыретті мойындамайды дейді. Бізбен жолығам деген ой жоқ дейді оларда мүлде. Ертең барамын ау, Алла Тағаланың алдына жауап беремін ау деген ой жоқ біріншісі. Екіншісі вараду хаяти дүние. Дүние тіршілігіне разы болғаны бар. Әй, осыдан ажырамасақ болды дейді. Әй деп әр нәрсені солай ұстайды дейді. Дүние. Және не? Дүниемен танысып, бәрі болғаннан кейін қандай шешімге келді? Уатмаанну биха. Көңілдерін дүниеге тоқтатты дейді. Бітті. Осы дүние. Бұлар валлазина хум ан аятина ғафилун. Міне бұлар біздің жаңағы жаратып қойған белгілеріміздің бәрінен мүлде бейқам дейді олар. Жаңбыр жауса да жаңбыр жауып кетті, үйге кіріңдер дегендей. Кішкентай баласының өзіне, кейде мысалдарда келтірдік қой. Кішкентай баланы Алла Тағала жаратады, санасын өзіне қарай. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Бала сұрайды: "Әке, немесе ана, мынау күн не үшін бұл? Не нәрсе бұл?" дегенде. "Ей, күн басыңнан өтеді, кір үйге."
А мұсылман болса, бұл деген күн үлкен нығмет қой біз үшін. Алла Тағала бұны жаратқан, көкте жүздіріп қойған, бізге жарық жылу береді. Сондай-ақ осы арқылы біз ана байқайсың ба? Намаздарды оқыған кезде осыған қараймыз уақытымызды деп баланы санашын ашса, деп таңғалып өседі ғой баланың санасы. Енді үйге кір, күн өтеді басыңнан дей берсе, бітті. Сол бала бейқам бала шығады ол. Бейқамдық дейді бұны. Қараңыздар. Мүлде назар аудармайды. Айтылса да мұсылмандар не істейді? Пайғамбар саллаллаху айтқандай, намазға қарай жығылып, қорқып, бір нәрсе болып қала ма деп, олар болса, ой, қандай тамаша, қандай керемет деп суреттерге түсіріп жүреді. Міне қандай мәселе. Сондықтан ата, ай мен ант етемін дейді. Босқа жаратқан жоқпын дейді бұл айды. Сосын әрбір айдың түні мен күндізі бар. Сол нәрсеге келеді Алла Тағала, қараңыздар. Уәллейли из адбар. Түнмен ант етемін. Кері қайтқан кездегі. Қараңыздар. Кетіп қалған кездегі, кері қайтқан кездегі түнмен ант етемін дейді. Біреулерге түн тек ұйықтау үшін болды. А мұсылман үшін бұл түнің кетті. Қараңыздар. Түннің үшінші бөлігі деген уақыт бар, мысалы, таңға жақын. Алла Құранда айтады: "Ва бил асхарихум ястагфирун." Сәресі шетін уақытта, таң намазына жақындап қалған уақыт. Жарты сағат, 1 сағат, 20 минут уақытта дейді. Тұрып алады да олар дейді. Салиқалы құлдарын сипаттап отыр ғой. Олар астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп отырады. Ешкім жоқ, жалғыз өзі бөлмеде. Түн немен кетіп баратыр? Астағфирулла, астағфирулла кетіп баратыр. Қазір азан шақырады таң намазына. Соқтан Алла Тағала келесі аятта айтады, қараңыздаршы. Уассубхи иза асфар. Түн толық кеткенде, қараңыздар, ант етемін түнмен. Және таң ағараңдаған кезде ант етемін. Таң келе жатыр ағараңдар. Аллаху акбар, азан шақырылып жатыр таң намазының уақыты. Мұсылманды көрдіңіз ба? Түнің немен аяқталды? Түнің үтір намазымен аяқталады. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Сосын түнде барып тахаджуд оқысаңыз тағы бар. Мән уйтрихи, кім үтір намазын ұйықтап қалса, фалюсолли иза асбаха. Таң атқан кезде оқысын дейді мысалы. Қараңыздар қандай мәселе. Үтірмен аяқталсын дейді. Түндерің үтірмен аяқталсын. Алла Тағала ұнайды сол. Одан кейін үйге барып тахаджуд оқитын болсаңыз тағы. Сонда жаңағы азан шақырып, таң ағарыңдап келе жатқан кезде періштелер келе жатыр. Күндіздің періштелері келеді. Амал дәптерлері тапсырылады, кәдімгі тәртіпте керемет. Жаңағы түнгі періштелер тапсырады. Мына жерге дейін жазылды. Олар қабылдайды, аналар кетеді. Раббысының құзырына барып есеп тапсырады. Құлдарымды қандай күйде тастап кеттіңдер? Біз кеткенде намазда тұрған дейді. Қараңыздар қандай мәселе. Әр күн осылай жасалып жатыр. Әр күн. Сондықтан айтады, әсте сендер ойлағандай емес. Бір нәрселер болып жатыр. Сенің пайдаңа ма, сенің зияныңа ма? Сен ойлан. Әсте сендер ойлағандай емес. Мен қалағандай дейді бұны. Қай мақсатта жараттым? Сол мақсат үшін нәрсе болып отыр. Періштелер келіп жатыр. Жарайды. Сала түнде Алланың рахымының жаңағы ерекшелігі, шексіз рахымдылығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, қараңыздаршы. Мән хизбихи ан шейин минху. Кімде-кім мысалы түнгі уақытты белгілеп қояды да өзіне. Түнде тұрамын да намаз оқимын. Тахаджуд намазын оқимын деп белгілеп қойдыңыз. Немесе түнде тұрамын да мына жерден мына жерге дейін Құран оқимын. Немесе түнде тұрамын да астағфирулла деген дұға айтамын. Түнде өзіңіз. Соны хизб деп айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Өзіңізге белгіленген тапсырма дейді. Көрдіңіз бе? Әркімнің өзіне
өз еркімен белгілеп алған міндеті болса, түнде істеймін деген дейді. Сосын соны ұйықтап қалса, түн өтіп кетті. Таң ағараңдап келе жатыр. Түн өтіп кетті. Не істейміз десеңіз, қараңыздар қалай дейді. Фақорааһу, сөйтіп ол оны оқыса дейді. Фима байна салатил фаджри ва салатиз зухри. Таң намазы өтіп, жаңа дұха екі найза көтерілгеннен сухурға дейін 5 намазының аралығында жаңағы нәрсесін оқып тастаса, намаз болса намаз, Құран болса Құран, астағфирулла болса астағфирулла, субханалла болса субханалласын оқып тастаса, кутиба лаху, жазылады оған. Не деп жазылады білесіздер ме? Кааннама, қараңыздар. Қарааху минал лейли, түнде оқыды деп жаза салады дейді Алла Тағала. Қараңыз қандай мәселе. Түн кетіп қалды, Алла Тағала. Үмітіңді үзбе, таң келе жатыр дейді. Мына жақта қуып жетіп алсаң болады дейді оны. Мен бәрібір сен түнде істеді деп жазам дейді. Бұның рахымдылығын қараңыз қандай. Қалайды сізге сауапты Алла Тағала. Сіз олай қаламайсыз өзіңізге. Қалай Раббыңыз қалайды сізге. Біз олай қалай алмаймыз өзімізге. Біз жалқаумыз, әлсізбіз. Істейміз дейміз, істемейміз. Тастаймыз дейміз, тастамаймыз. Зүлен дейміз, зүлмейміз. Оқиын дейміз, оқымаймыз. Жаттаймын дейміз, жаттамаймыз. Проблема бізде. Бірақ Алла Тағала бізге сондай жеңілдіктер жасайды. Құранның мақсаты осы ішіңіздегі күшті қозғау. Өзіңізді ілгері қарай дамыту үшін. Осы үш нәрсемен Аллах Тағала ант етті. Аймен, түнмен және таңмен. Үш ақиқатпен ант етті Алла Тағала. Үлкен бір ақиқатты есімізге тағы да салып беру үшін. Жүрегімізге тағы кіргізіп беру үшін. Қандай ақиқатты? Иннаха, расында тозақ дейді. Иннаха, расында бұл жаханнам, расында бұл сақар, расында бұл тозақ. Ла ихдал кубар, сендерге ескертілген, қараңдар. Сендерге ескертілген ірі құбылыстардың, ірі ақиқаттардың біреуі дейді. Қандай нәрселер бізге ескертілді? Ірі нәрселер. Біріншісі бізге ескертілген нәрсе қабірдегі азап. Қараңыздар, қабірдегі азап ескертілді. Екіншіден, сұр үрленетін күн. Екінші үлкен нәрсе. Үшіншісі, қабірден тұратын күн. Қараңыздар, қандай мәселе. Қабірден тұрғаннан кейін не болады? Бізде таңдау еркі болмайды енді. Бізді айдайды махшарға. Махшарға айдап апаратын ескерту бар. Махшарға барғаннан кейін анау жақтан жаңа тозақ көрінеді. Қандай күйде боласың? Одан кейін махшарда есеп беріледі. Есеп алынады. Үлкен нәрсе ол. Одан кейін кітаптар беріледі. Қай қолдан беріледі? Білмейміз. Одан кейін таразының алдына апарады. Білмейміз қай амалымыз басым болады. Одан кейін сираттан өткізеді. Асты тозақ. Біз білмейміз. Осындай үлкен ірі нәрселер сендерге ескертілді. Солардың ішіндегі ең үлкені ол тозақ дейді. Өйткені жаңағы нәрселердің бәрі одан кейін қызметі тоқтайды. Тозақ ол жалғасады. Ол мекен. Ол мәңгі орын. Біз білмейміз одан. Қалай біз құтыламыз одан? Ол үлкен орын. Ол мәңгі орын. Ол жерде аяушылық жоқ. Ол жерде еркелік жоқ. Ол жерде мүлде қаралмайды адамның көңіліне. Осы нәрсе хақ дейді. Қандай өмір сүрсең де, неге жетсең де бұл дүниеде, сен соның алдына барасың дейді ертең. Соның алдына келесің. Одан кейін құтылам ба, құтылмайым ба? Алланың рахымына байланысты. Сол Алланың рахымы мен уайымдап жүрген нәрсе ме бүгін? Сіз уайымдап жүрген нәрсе ме? Міне Аллах Тағала айтады.
ант етем, бұл тозақ хақ. Сондай-ақ бұл ескертілген нәрселердің ең ірісі дейді. Бүкіл адамзатқа ескертілген, бүкіл адамзатқа ескертілген ірі ақиқаттардың бірі осы тозақ дейді. Кімге ескертеді Раббым? Қараңыздар. Лиман ша. Кім қаласа, мен мұқтаж емеспін дейді. Мен әсте мұқтаж емеспін. Ескертуіме құлақ сала ма біреу? Құлақ салмай ма? Фаман ша фалюмин. Кім қаласа, иман келтірсін. Ваман ша фалякфур. Кім қаласа, кәпір болсын дейді Алла Тағала. Мен әсте мұқтаж емеспін дейді. Бірақ жағдай сенікі дейді. Кім қаласа, нені қаласа, қараңыздар қалай айтады. Айята қоттама, ауята ахар. Кім қаласа, жәннатқа қарай қадамдасын. Қараңыз. Және тозаққа апаратқан істерінен тежелсін. Немесе кім қаласа, сол жағдаймен жүре берсін, тозаққа қарай. Жәннатқа қатысты амалдардан тежелсін. Кім қаласа, не істейсін? Мен мұқтаж емеспін дейді Алла Тағала. Тіпті жәннаттықтар жәннатқа, тозақтықтар тозаққа кіргізілген күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Аллах Тағала айтады дейді: ла убали хаулай фил жанна. Қараңыздар. Мен мұқтаж емеспін. Маған бәрібір дейді Алла Тағала. Мыналар жәннатта, маған бәрібір. Мыналар тозақта. Мен мұқтаж емеспін. Маған бәрібір. Алла Тағала мүлкіне мүлк қосылмайды. Алла Тағала мүлкінде мүлк кеммейді. Осы екі жаққа барылатын жол ол хақ. Сондықтан ескерттім дейді осы Құран арқылы. Енді кім қаласа ілгері қарай дамысын. Кім қаласа тежегішін қосып тұра берсін дейді. Бұның пайдасы мен зиянын көретін түбінде адам. Сондықтан науаятты нәбір аятпен аяқтайды. Кім қаласа ілгері дамысын, қадамдасын жәннатқа қарай. Кім қаласа жәннаттан кешіге берсін деген мағынада айтады да, сосын айтады: Күллу нафсин бима касабат рахина. Әрбір адам кәсіп қылған ісінің, кәсіп қылған күнәсінің тұтқыны дейді. Қараңыздар. Бір ғана хадис келтіріп кетейін мен, нету үшін. Вала яти ахадакум яумал қиямати бишатин. Сендердің біреулерің дейді, қиямет күні, мұсылмандарға айтып отыр. Біреулерің қиямет күні мойнына мінген бір қоймен кеп тұрмасын дейді. Қой түспейді, қысып алғанға қой. Көрдіңіз бе? Яхмилуха лаха юарун. Қой маңырап тұр дейді. Қатты дауыспен қорқынышты. Сосын маған кеп айтасың дейді: Я Мұхаммад деп. Ей Мұхаммед, мен жағдайым қиын. Сол кезде мен саған айтам дейді: Фақулу ла амлику мин Аллахи лака шай. Мен еш нәрсеге емеспін сені бүгін құтқаруға деп айтам дейді. Қоды баллахту, айтып кетіп едім ғой дүниеде. Қойдың хақысын бермеген, зекетін бермеген. Көрдің ба? Әрбір ісіміз бүйтіп әкеледі бізді. Шығармайсың, Алла шығармайынша, Раббың шығармайынша шығармайсың, босатпайды мынау. Я пайғамбарым деп тұрамыз. Ол кісі жаңағыдай айтуы мүмкін. Мен саған айтып едім ғой. Неге істедің оны деп. Міне сондықтан Алла айтады: әрбір жан иесі істеген күнәсінің тұтқыны болады дейді. Содан азат етіле ме, азат етілмей ме, оны Аллах Тағала шешеді. Және біздің осы дүниедегі күйіміз соған Құдай қаласа Алланың рахымымен себеп болады.